Сәлеметсіздер ме, оқушылар мен қонақтар, ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз су ресурстарының ластану себептері мен қорғау жолдары тақырыбын бірге зерттейміз. Су жер бетіндегі ең маңызды ресурс, бірақ оның қоры шектеулі екенін бәрі біле бермейді. Жер шарындағы судың 97% тұзды су, небәрі 3% ғана тұщы су болып табылады. Осы тұщы судың шамамен 69% мұздықтарда, ал 30% жер астында сақталған. Адамдар пайдалана алатын су мөлшері жердегі барлық судың 0,3%-нан да аз. Су адам өмірі үшін аса қажет. Адам ағзасының шамамен 70% судан тұрады. Су 0 градуста қатады, ал 100 градуста қайнайды. Өкінішке қарай сулар ластануда. Суды ластауды болдырмау үшін қарапайым ережені сақтау қажет. Біріншіден, қоқысты арнайы орындарға тастау керек. Екіншіден, суды үнемдеп пайдалану маңызды. Неліктен? Өйткені су тапшы ресурс. Түсінікті. Үшіншіден, экологиялық таза өнімдерді қолдану қажет. Суды ластамау және қорғау біздің ортақ міндетіміз. Суды үнемдеп пайдаланып, табиғатты бірге қорғайық. Жақсы балалар, біз бүгін осы тақырыпта су жайлы, су жалпы экожүйенің ішіндегі ең маңызды тіршілік үшін, барлық тірі ағзалар үшін, адамдар, жануарлар, өсімдіктер тек су арқылы өмір сүреді. Экожүйенің ішіндегі ең маңызды ол су тіршілік көзі, тіршіліктің қайнар көзі, ол бізге ең маңызды нәр ретінде, яғни есептеледі. Міне бұл су жер бетіндегі жаңа айтып кеткендей 97% су болатын болса, тұщы су қоры біз күнделікті пайдаланып отырған 3 ғана пайыз екен. Балалар жаңа тыңдап отырғанда енді сіздерге осы суды ластамау және оның қорғау жолдарына байланысты сіздерге қазір мәтін таратылып беріледі. Мәтінмен танысып аламыз. Әуелі жақсылап мәтінмен танысып аламыз. Түгел оқып шығамыз, бастап оқи береміз. Уақыт берілген, бастап оқи береміз. Барлығымыз түгел алып қояйық. Жақсы балалар. Енді мәтінмен жақсылап, жаңа бейнебаянда көргендегідей, мәтінмен жақсылап танысып шығамыз. Танысып жатырмыз, үлгердік па оқып? Түсінікті ма? Жақсы. Енді түсінікті болса сіздерге қазір біздер екі топ. Бірінші, судың ластануының себептерін толық постер қорғаймыз, жазып шығамыз. Екіншілеріміз қорғау жолдары. Оқушылар 2 минут уақыт беремін.
балалар. Уақыт жақындап қалды. Тез уақыт жақындап қалды. Екі топ. Біреуіміз біз ақылдаса береміз, дауысын шығарып, бір-бірімізге көмектесіп. Жас болып қалыпты. Ал бірінші бізде не? Қай топтікі? Қай топ? Оқушылар уақыт кетіп жатыр, тез етеміз, бізде тәжірибелер бар. Қалғанын қосымша айта береміз сол жерде. Аяр, бірінші топ бізде. Ластану жолдары, қане? Айшолпан, Айзере ма? Әділбек, шығамыз. Айзере, кел, шығамыз. Айзере, шығамыз. Болды, Айзере, шығамыз. Уақыт кетті. Кәне, шығамыз. Жақсылап. Екінші топ тыңдаймыз, иә? Боз қалыппа екінші топ. Арман, боз қалыппа. Жақсылап ұстаймыз, қыздар. Көзінің ішіне, жоғары көздері. Кәне, айтып шығамыз. Екінші топ тыңдаймыз. Бізге берілген тапсырма судың ластану себептері болды. Біз бірінші себеп зауыттар мен фабрикаларда тазартылмаған ағын суларды өзенге жіберу, судың ластануына тұрмыстық қоқыс себеп болады. Және ауыл шаруашылығында қолданылатын химиялық заттар себеп болады. Ал егістіктерде шамадан тыс қолданылған кәсіптер өзен көлдердің ластануына себеп болады. Өндіріс орындарының қалдықтары да өзен көлдерге жібереді. Осылайша ластанады. Түсінікті ма? Тағы қосатын ойларыңыз бар ма? Көп адамдар пластик қоқыстарды, шыны қоқыстарды өзен көлдеріне лақтырулады, себеп болады. Жақсы, рахмет. Балалар, кәне, бірінші топқа жақсы, екінші топ қорғау жолдары. Қорғау жолдары. Балалар, көрінсін, иә? Кәшеге тұрайықшы, оқушылар. Көрінген оқушыларға жақындайық. Қатты қашып кетіп қалып, иә? Жақындаймыз. Кәне, тыңдаймыз. Екінші топтың жұмысы бізде қорғау жолдары. Ал бастаймыз. Арман. Бізге берген тақырып суды қорғау жолдары. Ағын суларды тазарту, өндіріс орындарды мен тұрмыстық жерлерде шыққан лас суларды тазарту. Тазартылмаған суды өзен көлдерге жіберуге болмайды. Сусыз өмір сүру мүмкін емес. Суды үнемдейтін құрылғыларды пайдалану керек. Кранды босқа ашық қалдырмау керек. Су көздерін ластамау және экологиялық тәрбие беру. Су тіршілік көзі. Рахмет. Сусыз өмір сүру мүмкін емес.
Сондықтан суды қорғау әр адамның міндеті. Өкінішке орай өзен көлдерде пластикалық қалдықтар, қоқыс қалдықтары өте көп. Соның кесірінен суда өмір сүретін тіршілік иелері зардап шегуде. Жақсы, рахмет. Тағы қосатыныңыз бар ма? Рахмет. Керемет балалар, иә? Жақсы, рахмет. Сонымен балалар біздер яғни ластану себептері мен қорғау жолдарын яғни жазып шықтық қысқаша, иә? Рахмет сіздерге балалар. Енді қазір осы суға байланысты балалар бізде енді су бұл тіршіліктің нәрі, тіршілік көзі деп жатырмыз, иә? Судың химиялық формуласын білеміз ба? H2O. Сутегінің 2 атомы оттегінің 1 атомынан тұрады, иә? Балалар, су жалпы судың тығыздығы 1000 килограмм метр куб тығыздығы судың. Енді жалпы су болғандықтан қазір мен сіздерден қызықты тәжірибені бастаймын. Судың жалпы ергіштік қасиеті бар. Судың тығыздығын жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Сол тығыздыққа байланысты қазір біз бірнеше еріткіш қасиетін көрейікші әуелі, иә балалар, иә? Су еріткіш. H2O сутегінің 2 атомынан оттегінің 1 атомынан тұрады екен, иә? Міне қазір біз суға, кәдімгі таза суға тұзды қосамыз. Балалар не істейді? Ериді. Яғни суда тұз не істейді? Ериді, балалар. Яғни бұл ерітеді. Енді қазір одан кейін екінші стаканға шекер саламыз. Яғни қант, иә? Олда не істейді балалар? Ериді. Жақсы ерітеді. Біз оны күнделікті пайдаланып отырмыз. Яғни тұзбен, яғни қант, шекер, суда жақсы ериді екен. Енді тығыздыққа байланысты балалар, судың бетінде кейбір заттар батады, кейбіреулер не істейді? Енді соған байланысты тәжірибе жасап көрейікші біздер. Қазір осы жерде бізде су тұр ортамызда, иә балалар, иә? Су тұр. Жақындатайын сіздерге бәріңізге көріну үшін не? Яғни су. Суда мына қыстырғышты ақылбек алда су қысылшы. Аман. Не істеді балалар? Батты. Енді қыстырғышты осындай суықпен қағазбен, сүлгі қағазбен жіберіп көрейікші. Жаймен жібереміз. Иә? Жаймен жібереміз. Яғни су бетінде қалқып жүр. Яғни бұл кезде балалар судың қасиетінің ішіндегі беттік керілу. Яғни беттік керілу, бір-бірімен жанысқан кезде беттік керілу пайда болды. Ол су бетінде қыстырғыш не істеп жүр? Қалқып жүр, иә? Енді мына қақпақты салып көрейік. Салып көрші. Салып көрейік. Не істеп жатыр оларда? Оларда не істеп жүр? Қалқып жүр. Енді тасты салып көрейік. Кәне, саламыз. Тез. Балалар, қозғаламыз, орнымыздан тұрамыз, қозғаламыз. Ол не істеді? Батып кетті. Яғни жаңа сіздерге айттым, балалар көріп қоя. Яғни міне кейбір заттар суға батады тығыздығына байланысты. Судан тығыздығы төмен, яғни заттар қалқып жүреді, ал судан тығыздығы жоғарылар судың астына не істеп кетеді? Батып кетеді екен. Түсінікті ма? Енді балалар, біз бүгінгі негізгі тақырыбымыз судың ластануы және оны қорғау. Балалар, қазір бізде мынандай жұмыс жасаймыз. Яғни механикалық лас суды тазалау. Қалай болады екен? Көрейік, механикалық лас суды тазалау. Механикалық лас суды тазалау не? Мақта саламыз. Судағы кейбір нәрселерді сүзгі ретінде пайдалануға болады. Одан кейін бізде тас саламыз. Сосын осы жерде көмір салуға болады деген. Сосын бізде осыдан кейін қазір
суды қалай тазалау керектігін көреміз. Міне балалар, түрлі заттарды, қоқыстарды осының ішіне салынған, мынау қоқыс емес, бізге қажетті суды, лас суды тазалайтын заттар, кейбір. Енді не қараңыздар, 3 зат салдық ішіне. Мынау қандай су? Лас су, яғни біз айтқан жаңа ластанған сулар. Енді осы ластанған суды біз қазір үстіне құямыз. Не істеп жатыр балалар? Лайланып жатыр, сосын екінші жағынан. Енді осыны біз балалар екінші ыдысқа тазартуымызға болады. Механикалық тазалану дейді, бұны тазартуымызға болады. Яғни бұны көрейік. Бізде енді уақытта бұлай қойып қоюға болады. Орталарыңызға қазір қойып қоямын. Қаншалықты мына сумен мына суды қазір салыстырамыз. Қаншалықты тазаланғанын көреміз. Тазалану үшін механикалық жерге мақта салдық. Мақта кейбір заттарды сүзгі сияқты алып қалады. Көмір өзіне артық заттарды сіңіріп қалады. Тастарда кейбір заттарды ұстап қалады екен. Мен сол тәжірибені қазір сабақтың аяғына дейін көрінеді ол. Су ары қарай жалғаса берсін. Енді балалар бізді жаңа тығыздыққа байланысты айтқан тағы да 1-2 тәжірибе жасап сіздерге көрсетейін. Мына жерде жұмыртқа бар. Жұмыртқа не істейді суға балалар? Суға ол не істейді екен? Бата ма екен? Басқаша жұмыс жүргізе ме екен? Соны біз қараймыз. Суға бата ма? Батпай ма? Соны көріп жібереміз. Су құйып аламыз. Қарап отырыңыздар. Су құйып аламыз. Суды құйдық. Таза суды. Енді жаймен жұмыртқаны саламыз. Не істеді? Батып кетті. Енді қазір осы суға біз тұз саламыз. Бірінші тәжірибеде жұмыртқа не істеп кетті балалар? Батып кетті. Енді тұз салайық. Тұз салғанда қандай болатынын көреміз. Тұз сәл ерсін балалар күтейік. Яғни судың тығыздығына байланысты, жаңа Ақылбек айтып жіберші, не істейді екен? Судың тығыздығына байланысты орныңыздан тұрып айтып жібереді. Жаңа ойыңызды айтып. Тығыздығына байланысты мен мысалы мына тәжірибеде не айта аласыз? Судың тығыздығына қарағанда белгілі бір заттың тығыздығы төмен болса, ол суда қалқып батпайды. Ал яғни судың тығыздығынан тағы заттарымыз болса, ол судың тығыздығына жоғары болса, астына қарай батып кетеді. Жақсы, жарайды. Енді екінші тәжірибені қарайық. Тұз еріп үлгеру керек еді, еріп үлгерді ма? Не істеді? Қалқыды. Жаңа жұмыртқа не қылды біріншісінде? Таза суда батып кетті. Енді тұз араласқан суда ол не істеді? Қалқып шықты. Яғни бұл да тұз, яғни судың тығыздығы не істеп жатыр? Тұз араласып, яғни жұмыртқа бетіне қалқып шықты. Міне, мына жерде біз бірінші тәжірибе жасаған кезде ол беттік керілу, суда қабықша беттік керілу пайда болады. Соған байланысты екен, кейбір заттар батады, тығыздығына байланысты кейбір заттар елады өзінің, яғни енді қазір судың балалар, мысалы өсімдік, өсімдік бірінші бір неден судан екінші суға, яғни өту керек. Бір судан екінші суға өсімдіктің бойынан, мысалы өсімдік жапырағына су қалай келеді? Айтып көрейікші ойымызды. Балалар, қалай келеді? Тамыр арқылы. Сосын қалай тамыр арқылы? Не істейді тамыры өсімдіктің? Суды не істеп алады? Сіңіріп алады. Енді қазір соны көрейік. Біз тәжірибеде бұл жерде 2 стаканға су құйылады, үшіншісіне су құйылмайды. Енді үшіншісіне су құйылмайды.
осыған енді тағамдық бояу салуға болады. Тағамдық бояу. Мына жерден қазір мен тағамдық бояуды саламын ішіне. Тағамдық бояуды салып жатырмын. Жақсылап қарап отырамыз. Екінші стаканға да қызыл түсті тағамдық бояуды саламын. Үшінші стаканды осылай қоямыз. Бояуды салмаймыз. Осы жерден енді бізге сүзгілі қағаз деген, яғни сүзгі деген, яғни бізде не бұл? Яғни өсімдіктен қараңыздар. Тәжірибе көрініп жатыр ма сіздерге? Өсімдік бойымен судың, яғни жоғары капиллярлық құбылысы, судың жоғары қарай көтеріліп жатыр. Қараңыздар, яғни аяқта су болмаса да, яғни міне бояған себебім тағамдық бояу салған. Яғни судың көтерілгенін біз көріп жатырмыз, оқушылар. Көріп жатырмыз да? Міне, көріп тұр ма? Яғни не істеп жатыр? Су жаймен, яғни сүзгінің бойымен, яғни не істеп жатыр? Көтеріліп жатыр. Яғни бұл капиллярлық құбылысы судың. Яғни міне өсімдік, мына жерде кез келген өсімдік тұр, иә? Өсімдік өзінің тамыры арқылы суды сіңіреді, ол судың капиллярлық құбылысы арқылы, тамыр арқылы жоғары сабаққа, жапыраққа барып, оны ары қарай процестер жүреді екен. Түсінікті ме балалар? Енді қазір сабақтың соңына қарай қараймыз, иә? Бағанағы лас сумен екеуін салыстырып қараймыз. Лас сумен механикалық тазалануда қандай процесс жүріп жатыр? Механикалық тазалануда енді жай жүреді процесс, иә? Қараңыздар, иә? Бірақ су бағанағы судан қандай? Яғни бағанағы судан мына суымыз таза, иә? Бірақ бұны ішуге бола ма? Жоқ. Яғни өсімдіктерге, басқа нәрселерге құруға, пайдалануға болады екен, иә? Мысалы жаңа сіздер айтып кеттіңіздер, өндірістегі, завод, фабрикадағы артық заттар, яғни өзен көлдерге жіберіледі, өзен көлдерді ластайды. Оларға, яғни құбырларға тазаланатын құбыр қосымшасын салып, құбырларды тазалау процесі арқылы ғана жіберу керек екен, иә? Сол кезде суға залалсыздану, суға зиян аздау тиеді екен. Енді балалар, ары қарай бізде міне тәжірибе жасап көрсеттім сіздерге, жаңа тығыздығына байланысты барлығы түсінікті ма? Енді балалар, қазір бізде мына жерде сұрақтар бар. Сұрақтар бар бізде қазір. Яшықтар, иә? Енді ары қарай бізде қазір сұрақтар беріледі. Сол сұраққа байланысты жауап береміз. Яшықтар кім? Енді бізде балалар келіп, кім қай яшықты таңдайды? Осы тақырыпқа байланысты. Балалар, кәне, тез етеміз. Яшықтар таңдаймыз. Ақылды келіңізші. Жайлап келеміз, иә? Топқа не істеп кетпен. Мына жерде өзім бір яшықты таңдам. Бір яшық таңдаймыз. Сұрақ не дейді? Судың неше күйі бар? Судың агрегаттық күйі бар. Жалпы, иә. Су неше күйі бар? Үш күй. Қандай? Агрегаттық күйі. Қатты, сұйық, газ. Жақсы. Яғни үш күйі бар екен, иә? Ары қарай. Кім таңдайды, кім шығады? Тез етеміз, оқушылар уақытында беріп аламыз. Таңдап отырамыз оймен. Арман, тез етеміз, иә? Уақыт кетіп жатыр, оқушылар. Тез етеміз. Су қандай күйде болады? Сұйық. Иә, сұйық күйде. Көрейік, иә? Жақсы. Қатты сұйық бу күйінде болады екен, иә? Жақсы. Ары қарай. Рахмет. Тез. Қайыр.
классында қандай күйде болады? Бөлме температурасы қандай күйде болады? Оқушылар, бөлме температурасы жоғары емес, төмен емес. Бөлме температурасы қандай күйінде? Қатты, иә, жақсы сұйық күйінде көрейік, иә, жауапты. Жақсы сұйық күйінде екен. Рахмет, керемет, отыра ғой. Келесі кім бізде? Кәне, келеміз. Айзере кел. Кезекке ғой. Су 0 градусқа қатады. Иә. Дұрыс. Қарай ғой. Жауабын қарап жібер. Дұрыс па, дұрыс емес па? 0 градусқа қатады. Жақсы. Келесі Айзере кел. Тез. Келесі Айзере кел. Су мен мұз араласса не болады? Су мен мұзды араластырамыз. Жаңағы тұзбен қантты араластырғанда не істейді? Яғни су мұзбен араласқанда не істейді? Не ериді? Мұз ериді. Жақсы. Рахмет. Ары қарай тездетеміз, балалар, келе ғой. Тездетеміз. Қай яшық таңдадың? 9 ба? Жақсы. Мидан қанша пайыз судан тұрады? 70. Жақсы, Арман көмектесіп жатыр, иә? Кәне, көріп жібере ғой. Дұрыс бекен. Қарап жібере ғой. Дұрыс бекен. Жақсы, рахмет. Келесі яшықты кім таңдайды? Келе ғой. Судың иісі қандай? Дұрыс, жауабын қарап жібере ғой. Яғни түсі, яғни қандай екен? Рахмет, жақсы, отыра ғой. Түсі, яғни мөлдір. Ары қарай. Шым шығады. Кім таңдайды яшықты? Келе ғой. Адам ағзасы неше пайыз судан тұрады? 70%. Жауабын қарап жібереміз. 70% судан тұрады. Адам ағзасы неше пайыз? Жақсы. Келесі. Ең соңғы. Келе ғой. Жер бетінде таза су мөлшері қанша дейді? Жақсы, жарайды. Ашып жібере ғой. Ашып жібер. Жақсы, балалар. Түсінікті ма? Иә. Жақсы. Енді балалар, біз бүгін тақырыпта барлық судың негізгі ерекшелігі, қасиеттері, олардың көптеген оған тәжірибе жасап білдік, иә? Балалар, жалпы су туралы түсінікті ма? Барлығы, иә? Енді айтып көрейікші, су қандай экожүйеге жатады екен? Қандай экожүйеге жатады? Ең маңызды экожүйеге жатады, иә? Таза ең маңызды экожүйе. Олармен адамдар, жан-жануарлар, өсімдіктер қоректенеді. Біз ұйқыдан тұрғаннан бастап, ұйқыға жатқанға дейінгі осы сумен ішеміз, жуынамыз, тамақтанамыз. Енді суды үнемдеуге байланысты міне осы. Иә, түсінікті ғой. Енді балалар, қазір сіздер осы сабақтан алған әсерлеріңіз түсінікті ма? Түсінікті болды ма? Өте жақсы түсіндіңіздер ме? Мына жерде смайликтермен өздеріңізді осы жерден таңдаңыздар. Бүгінгі сабаққа қалай? Орнында тұрамыз десек. Келіп қандай береміз олар орындарына? Арманым екеуі иә, жақсы балалар, қане, бәріміз бүгінгі сабақты түсінбегенімізді смайлик әдісі арқылы көрсетіп жіберейік. Бәріміз жоғары көтереміз, иә? Балалар жақсы, өте жақсы, түсінікті болды, иә? Рахмет сіздерге балалар.
Sağ olыңыздар, сабақ аяқталды. Үйге су туралы эссе жазып келеміз. Сау болыңыздар. Давай.